топ 25-ті біз неше түрлі жаңағы тестлерден өткізіп таңдап отырмыз. Бұл топ 25-ті ары қарай дамыту, олардың біліктілігін, білім деңгейін, квалификациясын ары қарай жоғарылату үшін компания бұл мәселеге қаржы бөледі деп ойлаймын. Сонымен қатар біздің кадрлық резервтің саны осы топ 25-пен ғана аяқталмайды. Кадрлық резервте бүгін қазір компаниямызда 200-ден астам қызметкер ілінген. Сол қызметкерлермен де біз жұмыс атқарамыз. 2 жылда бір рет біз осындай жаңағы тестілеу, таңдау жұмыстарды атқарып, сол топ 25-ті жаңағы ары қарай дамытуға тырысамыз.